Келесі 8-ші сынып тжб тапсырмасы 2-ші нұсқаны орындайық. Бірінші тапсырма теңдеудің коэффициенттерін тауып жазыңдар. Коэффициент дегеніміз бізде жалпы квадрат теңдеуде а, б және с коэффициенті болады. А деген x квадраттың алдында тұрған сан 12-ге тең, в деген x-тің алдында тұрған -13 таңбасымен бірге аламыз. Келесі с деген бос мүше, ол 20-ға тең. Келесі берілген квадрат теңдеулердің ішінен келтірілген квадрат теңдеуді табыңдар. Келтірілген квадрат теңдеу деген ол а тең 1-ге. Мына жерде а 9-ға тең, мына жерде 3-ге тең, ал мына жерде 1-ге тең болып тұр. Демек, с жауабы міне. Мына теңдеу, келтірілген квадрат теңдеу. Келесі теңдеуді шешіңдер. Бізде квадрат теңдеу берілген, оны дискриминант арқылы шешеміз. Бірінші тауып алайық. А 4-ге тең, б 11-ге тең, с -3-ге тең. Енді дискриминантқа саламыз. 11-дің квадраты азайту 4, көбейту 4, көбейту -3 болады. Тең 11-дің квадраты 121. Мына жерде минус пен минус көбейтіліп, қосу болып кетеді. Енді көбейтетін болсақ 16, 16-ға 3-ті көбейтсек 48. Екеуін қосамыз 169. 169 деген түбір астынан плюс-минус 13 болып шығады түбір астынан. Енді келесі x1 мен x2-ні табамыз. -11 формула бойынша жазып жатырмын. Қосу азайту 13, 2 көбейту 4. Енді бірінші қосуды орындасақ, -11 қосу 13, 2 астында 8 қысқартсақ 4-тен 1. Келесі азайтуды орындайық. -11 -13 -24 бөлу 8 тең болады -3-ге. Сонда x бірінші түбіріміз 4-тен 1-ге тең, x екінші түбіріміз -3-ге тең. Осы екі түбір шықты. Келесі x квадрат қосу 10x -39 тең 0. Теңдеу берілген x1 қосу x2, x1 көбейту x2-ні табамыз. Келесі 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада квадрат теңдеу берілген, бірақ бізде бұл жерде v коэффициенттің орнында m деген сан тұр. Біз осы m-нің қандай мәнде теңдеудің бір ғана түбірі болады дейді. Бір ғана түбірі болу деген ол дискриминантымыз 0-ге тең болған кезде, иә? Демек, біз былай жасаймыз. m квадрат азайту 4, көбейту 4, көбейту 9 дәл формула бойынша жазып жатырмын. Бұл тең болады 0-ге. Мынау бізде дискриминанттың формуласы ғой. Дискриминант 0-ге тең болған кезде бір ғана түбір болады. Енді m квадрат азайту 4-ке 4 көбейтсек 16, 16-ға 9-ды көбейтетін болсақ 144 тең 0. Енді m квадрат тең 144-ке, m-ді табу үшін түбір астына аламыз. m тең түбір асты 144, ол деген m тең плюс-минус 12. Енді берілген теңдеудің түбірлерін табыңдар. Түбірлерін болғанда бір ғана түбір болады. Демек, арқайы түбірін табайық. 4 x квадрат қосу m-ді қаншаға тең болады деп айттық? 12. Қосу 9. Қасында x бар. Тең 0-ге. Түбірін табатын болсақ, дискриминант тең 12-нің квадраты азайту 4, көбейту 4, көбейту 9 тең болады. Бұл жерден 0 шығады. x1 мен x2-ні тапсақ 12 плюс-минус 0, 2 көбейту 4. 12 не 8 тең. Қысқартатын болсақ 4-ке қысқартсақ 2 ден 3 деген түбір шықты. Келесі 6 бөлшекті қысқартыңдар. Бұл жерде де квадрат теңдеу берілген. Бірінші квадрат теңдеуді шешіп алуымыз керек. x квадрат азайту 7x азайту 18 тең 0-ге. Дискриминанттың формуласына саламыз. -7-нің квадраты азайту 4, көбейту 1, көбейту -18. 7-нің квадраты 49. Мына жерде 2 минус көбейтіліп, қосу болып кетеді. Көбейтсек 72,
қосатын болсақ 121, бұл түбір астынан плюс минус 11 болып шығады. Келесі x1 мен 2-ні тауып алайық. 7 қосу азайту 11 бөлу 2 тең болады. Бірінші түбір қосуды орындайық. 7 қосу 11 18, 12-ке бөлсек 9. Азайтсақ 7 азайту 11 минус 4, минус 4-ті 2-ке бөлсек минус 2. Енді бұны былай жазып аламыз. Қарама қарсы таңбамен x, мына жерде қосу болып тұр ма? Плюс оң таңбамен тұр ғой, оны минус 9 деп жазамыз. Ал мына жерде минус таңбамен тұрса, мына жаққа плюс таңбамен жазамыз. Міне. Осылай екі жақшаға жіктеп алдық мына. Келесі екінші теңдеуін шешейік. 2x квадрат азайту 4x азайту 16. Дәл осылай дискриминанттың формуласымен. Минус 4-тің квадраты азайту 4 көбейту 2 көбейту минус 16. Көбейтсек 16, 4 4-ке. Минус пен минус қосу болады. 4-ті 2-ке 8. 8-ді 16-ға көбейтсек 80, 48, 128, я? Енді қосатын болсақ 144. Түбірасы 144-тен шығады. Плюс минус 12. Енді x1 мен 2-ні тауып аламыз. 4 қосу азайту 12 бөлу 2 көбейту 2. Бірінші қосуды орындайық. 4 қосу 12 16 болады. Бөлімі 4, 16-ны 4-ке бөлсек 4. 4 азайту 12. 4 азайту 12 минус 8, минус 8-ді 2-ке бөлсек минус 2. Дәл осылай мына жаққа алып келіп жатамыз. X азайту 4, қарама қарсы таңбамен, мына жерде 10 таңба, ана жаққа теріс қылып жазып жатырмын. Мына жерде теріс таңба, ана жаққа 10 қылып жазамын. X қосу 2. Енді бірде қандай бар? Осылай жіктеп алдық, мына екеуі бірдей. Демей қалады x азайту 9, x азайту 4. Міне, осылай қысқарттық. Келесі соңғысы теңдеуді шешіңдер. Бұл жерде біз бір шартты қойып алуымыз керек. Бірінші y тең емес 0-ге, y тең емес минус 3-ге. Себебі бұл бөлшек теңдеу болып тұр. Бөлім бізде 0-ге тең болып қалмауы керек. Енді бұлай көбейтеміз. Бұлай. 2 азайту 3y-ті көбейтеміз. Y қосу 3-ге тең. Y қосу 2-ні көбейтеміз. 3 азайту y-ге. Мәкен көбейтсек. 2y 2-ні 3-ге 6 минус 3-ге y минус 3y квадрат 3y кешті минус 9y тең болады. Y кешті 3y y-ге минус y минус y квадрат 2-ге 3-ті қосу 6 2-ге минус y-ті минус 2y. Мынаның бәрін мына бетке өткізейік. Минус y квадрат қосу 3y квадрат. Мына бетке өткіздің. Плюс бөгітті. Келесі мына екеуінен не қалады? Мына екеуінен y қана қалады. Сонда қосу y, ал мына екеуінен минус 7y қалады осы бетте. Мына бетке плюс бөгітеді. Плюс 7y. Ал 6, минус 6 болып өтеді. 6 азайту 6, 0. Тең 0. Мына екеуінен 2y квадрат қалады. Мына екеуі қосу 8y. Бұл тең 0-ге. Енді 2-ке қысқартып тастайық. Теңдеуімізді. Y квадрат қосу 4y тең 0-ге. Бізге квадрат теңдеуге келмейді. Себебі бос мүшеміз 0-ге тең болып тұр. Демек, басқаша дискриминантпен шеше алмаймыз деген сөз. Енді y-ті жақшаны сыртына шығарамыз. Сонда ана жерде y-тің біреуін алып қойдым, біреуі қалды. Қосу 4-тің өзі ғана қалды. Y-ін жақшаны сыртына шығарып жібердім. Тең 0. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Y тең 0, y қосу 4 тең 0. Сонда y бірінші түбір 0-ге тең уже шықты. Екінші түбіріміз 4-ті мына бетке өткізгенде минус 4 болып өтеді. Міне, теңдеуіміздің жауабы. Екі түбірі бар екен.